Ұлттық саябақта 170 бұғы бар екені белгілі, және бұғылардың саны жыл сайын 30%-ға өсіп жатыр. Т жылдан соң ұлттық саябақтағы бұғы санын сипаттайтын P атты функциясын жазыңыз дейді. Есепті өзіңіз шығарып көріңіз. Ал ендеше бастамас бұрын біз P ат 0-дің неге тең екенін жазып алайық. P ат 0 дегеніміз ол бізде бастапқы жылдағы бұғылардың санын білдіреді. Яғни P ат 0 тең 170. Ал ендеше бір жылдан кейінгі бұғылардың санын анықтайық. Ол дегеніміз P ат 1 тең бастапқы бұғылар саны яғни 170 қосылған бір жылдан кейінгі бұғылардың өзгеріс саны яғни 30%-ға артқаны. Ол дегеніміз 30% көбейтілген 170. Және біз осыны арғарай 170 қосылған 0,3 көбейтілген 170 деп жазып алсақ болады. Бұл жердегі 0,3 ол пайызды ондық бөлшек түрде жазып алғанымыз болып табылады. Осы жерден ортақ көбейткішті жақшынан сыртына шығарып жіберсек, ол бізде былай болады. 170 көбейтілген 1 қосылған 0,3. Бұл дегеніміз бізде 170 көбейтілген 1,3. Ендеше осы көбейтіндіге мен сіздің назарыңызды аударғым келіп отыр. Себебі осындай көбейтінділерді көрсеткіштік функция тақырыбында өте жиі кездестіретін боласыздар. Есептің берілгеніндегі 30%-ға өсіп жатыр дегеніміз, ол сіздің бастапқы, яғни 100%-ыңызға осы 30%-ды қосқаныңызды білдіреді. Яғни бұл сізде 130%-ға тең болады. Және осы 130%-ды сіз бастапқы бұғылар санына көбейтуіңіз керек. Яғни 130% дегеніміз, ол бізде ондық бөлшек түрінде айтсақ, 1,3-ке тең екен. Ал ендеше осы амал бойынша ары қарай жалғастырып, екінші жылдағы бұғылардың санын анықтайық. Ол дегеніміз P ат 2 тең 170 көбейтілген 1,3-ті жазуыңыз керек. Себебі сіз екінші жылды бұғылар санын анықтау үшін алдыңғы жылдағы бұғылар санын алуыңыз керек. Және осыны сіз қайта 1,3-ке көбейтесіз. Және осы бізде 170 көбейтілген 1,3-тің квадраты деп те жазып алсақ болады екен. Менің ойымша сізде қандай да бір заңдылықты көріп тұрсыз. Ал олай болса, жалпы өрнегімізді жазайық. Ол бізде P ат тең бастапқы бұғылар саны, яғни 170 көбейту 30%-ға арттырып отқандықтан біз 1,3 және осының Т дәрежесі деп жазады екенбіз. Бұл жердегі Т бізде жыл саны, мәселен сізге 100 жылдан кейінгі бұғылардың санын табу керек болса, сіз Т-ның орнына 100-ді қою арқылы есептейді екенсіз. Осымен сабағымыз аяқталды.